Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде көлік фараларын, жарық шамдарын орнату немесе ауыстыру туралы хабарландыру өте көп таралып жүр. Бірақ мұндай әрекеттердің бәрі заңға сай емес. Кеден одағының дөңгелектік көлік құралының қауіпсіздігі туралы техникалық регламентінің талаптарына сәйкес, алыстан және жақыннан жарық түсіретін фаралар, сондай-ақ тұманға қарсы шамдар көлік құралының өндірушісі бекіткен техникалық құжаттамаға сәйкес болуы тиіс. Сонымен қатар, жақыннан жарық түсіретін фаралардың жарық шоғы сол жақты қозғалысқа емес, оң жақты қозғалыс талаптарына сай болуы қажет. Автокөлік өндірушісі қауіпсіздік талаптарына сай фараларға белгілі бір жарық көздерін ғана қолдануға рұқсат береді. Оларға галоген шамдары, ксенон шамдары, тек арнайы линза және автокорректор мен жарық диодты шамдар кіреді. Мұндай шамдар қарсы бағытты жүргізушінің көзін шағылыстырмай, жолды тиімді жарықтандыруы тиіс. Егер жақын жарық шамдары жарық ағыны 2000 люменнен асатын болса, онда көлік міндетті түрде фара жуу құрылғысы мен жарық деңгейін автоматты реттегішпен жабдықталуы қажет. Фараларды ауыстыру немесе оларды конструкциясына өзгерістер енгізу, соның ішінде жарық көзін галогенді ксенонға немесе LED-ке ауыстыру қайта жабдықтау деп есептеледі. Дегенмен, жүргізушілер жарық көздерін тиісті жабдықсыз қолдан жасап ауыстырады. Полиция ескертеді, рұқсатсыз қайта жабдықтаған үшін заңда әкімшілік жауапкершілік, атап айтқанда айыппұл және мемлекеттік тіркеу нөмір белгілерін тәркілеу көзделген.